Барлығыңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге балықты дұрыс қуыру әдісімен бөлісетін боламын. Ең алдымен видеоны көрмес бұрын менің каналыма тіркеліп алыңыздар және де видеоны соңына дейін көріңіздер. Кез келген балықты дәл осылай тазалап жуып алатын боламыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай басын алып тастадым және де осындай тіліктерге тіліп шығатын боламыз. Екі жағында осылай тіліп аламыз. Бұл тіліктер бізге балығымызды тұздау үшін қажет болады. Сонда балығымызға тұзы жақсы болып сіңеді. Менде бұл сазан балығы. Енді осылай тұзбен тұздап шығатын боламыз. Әр тілікке осылай тұзымызды жаға отырып, екі жағын да осылай тұздап аламыз. Мінекей балығымызды жақсылап тұздап алғаннан кейін балығымызды бөліктерге бөліп аламыз. Осындай кішірек бөліктерге бөлсеңіздер, жеуге де ыңғайлы және де осы әдемі көрінеді. Мінекей осындай бөліктерге бөліп алдық. Енді бетін жауып, жарты сағатқа, 1 сағатқа қалдыратын боламыз. Сонда біздің балығымызға тұзы жақсы болып сіңеді. Енді балығымыз дайын болғаннан кейін оны ұнға аунатып дайындап қоямыз. Осылай ұнға ауната отырып, біздің балығымызды қуыратын боламыз. Майымызды қатты қыздырып аламыз. Енді балықтарымызды осылай саламыз. Мінекей балығымызды қуырып жатыр. Енді астыңғы беті қызарғасын екінші бетіне аударып, осылай қуырып алатын боламыз. Мінекей астыңғы беті қызарғаннан кейін балығымызды алатын боламыз. Осылай барлық балығымызды пісіріп аламыз. Мінекей біздің балықтарымыз дайын. Барлықтарына ас болсын. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Және де осылай бетіне жуаны қойып жесеңіздер өте дәмді болады. Менің каналыма тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар.